Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Мінекей, бүгін біз осындай балаларға арналған комбинезон тоқитын боламыз. Мінекей, барлығы камераға сыймай жатыр. Қарасаңыздар болады. Мінекей, қараңыздар, біз қолын тоқитын боламыз. Мінекей, қараңыздар, бізде 3-6 айға 12 сантиметр болып іс жағынан өлшеген кезде, мінекей қараңыздар, мына өлшейміз. Даже біз кішкене 1 сантиметр болып 13 сантиметр тоқтық ұзындығы, және манжеті бізде 5 сантиметр болады. Ендеше біз қолын бастайық. Міне, қараймыз, қашадан бастадық. Мінекей, үшеуін біз немен аламыз, 2 столбик санкетпен аламыз. Мінекей, қараңыздар, межден аламыз. Екі воздушныйымызды көтердік. Накетімізді тағаймыз. Тағымы екінші ортадан. Енді бір воздушный аламыз. Мұны көзден мына жерде істеп шөкеміз. Енді мына бір көз тастап, мына жерден алып, мұны қараңыз, бір көзді алдық, екінші, үшінші көзге дейін тоқимыз. Екінші столбик, накидка. Міне, 1, 2, 3. Міне, воздушный петля накидімізді аламыз. Bir көз тастап, екінші көзге бөлеміз. Тағы накидті алып, қасындағы көзден, екінші көзден тағымыз. Міне 3 столбик накидті 3 көзден алып тоқладық. Мінекей, қараңыздар. Енді осылай айналдырып тоқламыз. Мінекей, қараңыздар, соңғы жағына келдік. Міне, қараңыздар, біз жаңа мына жерге біздің регламымыздан үшеуін бір жерден алдық. Ал мына жерде біз алдыңғы жағында әдемі көріну үшін үшеуін 3 көзден алдық. Және жалғаймыз. Столбик 5 накид арқылы соединить петлямен өтеміз. Екі көзімізді көтеріп жұмысымызды құрамыз. Екінші қатарда екі көзімізді тоқып, мына жерде біз көз алмаймыз, одан кейін 3 столбик накидпен кетеміз.
Мінекей, біз енді жұмыс өткіземіз. Мінекей қараңыздар. Бірінші қатарымыз, екінші қатарымыз, үшінші қатарымыз. Бірінші, екінші, үшінші қатарымыз. Так, үшінші қатарды қараймыз. 1, 2, 3. Воздушный бетонный столбик. Осы қатар жолмен көшесіздер. Мінекей кодтарымдарымызды біз қалай бітірдік мына жерде 3 көз 3 столбикстегі тоқ болғаннан кейін бір воздушный шекаралды және мына жерден соединить бетер жасап барлығын мына екі ортадағы арқаға өткіздік. Екі воздушный көтеріп жұмысымызды тұрамыз енді. Мінекей нәтижесінде осы жерден бір столбик снегирдігіміз, воздушный петляеміз, нәтижеміз, мына жерден тағы да тоқымыз. Екі қолымыз бірдей болу үшін қарап отырамыз. Біз төртінші қатарды жатамыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші қатармен. Дәлше ары қарай біз 3 столбиктен тоқып кетеміз. Мінекей. Енді соединить бетер жасап міне екі воздушный петля көтердік. 1, 2, 3, 4 қатарды тоқыдық. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші қатарда тағы да 2 столбик снегирдің ортасына воздушный петлямен тоқимыз. Біз мына жерден алып ортасына алып тоқып бастаймыз.
Biz жұмысымызды құрдық. Мінекей. Мына жерде бастап біз уже 3 столбик снекерін аламыз. Bir, 2, 3, 4, 5 жатамыз. Біз мына қараймыз. Неше қатар біз 3 столбикіне кетіп тұрмыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші қатар біз неше кетіп тұрмыз. 6, 7, 8 қатар. 8-ші қатардан кейін уже біз 3 столбик, үстіне 2 столбик, 3 столбик, 2 столбикке көшеміз. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші қатар. 6-ші қатарда қысқартамыз, 7-ші қатарда қысқартпаймыз, 8-ші қатарда қысқартамыз, 9-ші қатарда қысқартпаймыз. Осылай біз қатарымызды шығарып отырамыз. Ендеше жалғастырамыз. Мінекей соңғы қатарға келдік. Мінекей 2 столбик снекерін және бір воздушный петельмен. Мінекей столбик соединительный петля жасадық. Енді біз не істейміз? 6-ші қатарымызды көреміз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6-ші қатар. 6-ші қатарымызды қосып тоқайда ешқандай воздушный петля қоймаймыз. Мінекей. 2 воздушный петля көтердік. Мына столбиксін кетіп қойдық. Воздушный петля ілмейміз, қосып тоқаймыз. Енді столбик воздушный петлямызды тердік. Және столбик снекерін тоқаймыз. Окей, жұмысымызды құрамыз. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ші қатарымызда қалай тоқимыз? Қараймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-ші қатарда біз 2 столбик снекерді ортасына воздушный петля қоймыз. Воздушный петлямен тоқимыз. Жұмысымызды таптық. Сіздермен кішкене тілім болады қалып жатқан мәліметтер кеш тоқып отырмын өйткені. Воздушный петлямызды алдық. 2 столбик снекерімізді қойып жатамыз. Енді әрі қарай біз 3 столбик снекерін тоқи береміз. Мінекей. Так.
екі воздушный көтереміз. Жұмысымызды көріп, бұрын бірдей тоқимыз. Біз қазір теріс қатар тоқимыз. Сегізінші қатарымызда аяққа деп қалдық. Так, мына жерден разрешителеміз ұмытпаймыз. Және мына жерден соединительный петлямызды қосып жұмысымызды көтереміз еді. Екі воздушныйымызды көтеріп, 9-шы қатарымызды бастаймыз. Мінекей бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қатар. 9-шы қатарымызда қалай болғанын көріп аламыз. 1-ші қатар, 2-ші қатар, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші қатар. 9-шы қатарымызда біз уже не істейміз? Қараңыз, мына жерде 2 воздушный, 2 столбик снекидің, воздушный петля, 2 столбик снекидің, воздушный петля ғалымда қысқартып жүр. Бұл жерде біз мына уже узорымызды басқа жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-шы қатарда 2 столбик снекидің, воздушный петля, 3 столбик снекидің. Барлығы бір арқадан ғана чередовать етіледі. 3, 2, 3, 2. Осылай біз бір қатар, 2 қатар, 3 қатар тоқуымыз керек. Біз сонымызды тоқуымыз. Ол кезде біздерде мінекей. Так. Бірінші қатарымызда қысқартылмайды. Екінші қатарымызда қысқартылмайды. Үшінші қатарымызда қысқартылмайды. Араларында воздушный петлямен тоқылып етті. Мінекей. Қысқартатын болсақ, арасында воздушный петляны алмай жалғастырып кетеміз. Қысқартып болған кезде. Біз 3 қатарда да қысқартпай солай тоқып кетеміз. Екі қолымыз бірдей болу үшін қарап отырып тоқисыздар. Мен сияқты қарап отырыңыздар. Себебі шатасып кетулеріңіз мүмкін екі түрлі болады. Сол үшін қарап отырыңыздар. Бір қатар, 2 қатар, 3 қатарымызда бірдей етіп тоқып аламыз. Ендеше бастаймыз. Біз жаңа қатарымыз іш жағына тоқтық, енді біз сырт жағына тоқымыз. Мына жерден алып тоқимыз. Біздің 2 воздушный ортасын алдық та, алматыдан қараймыз. Так. Алған жоқпыз, екінің ортасын алмаймыз. Жандағыдан біз уже бірден 3 столбик снекидің алып кетеміз. 1, 2, 3. Воздушный петлямыздегі келесі арқадан 2 столбик снекидің ғана тоқимыз. Воздушный петля. Енді келесіде 3 аламыз. Келесіне 2 столбик снекидің. Соңғысында, соңғы арқамызда 2 столбик тоқып, воздушный петля және соединительный петля жасаймыз. 2 воздушный көтереміз.
мінекей міне 2 қатарымыз тоқып болдық. Мына соединение петлямен жоғары көтердік. Тағы жұмысымызды бұрамыз. Осы жерден алып тоқамыз да. Осы петлямен істереміз. Енді біз осы жерде қарап жүреміз қалай болады. Так, мына 1, 2, 3. Окей. Так, біз мына жерде 3 стопкасына келіп алып өтеміз. Мына қараңыздар. Мына жерде бір үшін петляны көтеріп. Bir, iki, üç. Енді біз 4 қатарымыз тоқимыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 қатар. Так, мына жерде воздушный петля алмаймыз. Воздушный петля емес, барлығында без воздушный петля тоқып шығамыз. Жалғастырамыз. Қарап жүрейін, неге? Біз бағалайыз. Воздушный петля. Тоқамыздар. Так, вот. Соңғы арқамызды тоқтап, воздушный петлямызды бір. Мына жерде столбикасына кетіп. Соединение петлямыз көтеріп, тоже 2 воздушный петлямыз көтереміз. Жұмысымызды құрамыз. Неге қараңыздар. 2 қатарымыз бар. 3-ші қатарымызда қысқартамыз уже.
Krasный стрелок. Так, bunu ölçmek Ko'tardik. Lekin sekin bitgan chasab. Tangda sekin bitganlikni o'taymiz. Ölçüm bitganlikni ko'tarib. Stop X'ni keyin topamiz. Taqdan maketimizni ilib Endi hech qanday o'rtasida воздушный петля to'qmay, har arqadan 2 stop X'ni keyin to'qishamiz. Bitti. Endi biz manjetni taqamiz. Manjet taqamiz. Miniki hamdir biz 2 qo'ltiq bo'ldik. Uzun kestirib qaraganingizda video bityapti. Mana so'zladi. Mana o'tirganda qayda buni bir jul olamiz. So'zga barliq o'tirib bo'ladi. Endi biz oyog'ini manjetni taqib olamiz. O'sha biz arjimizni paydolaymiz. Arjimizni paydolaymiz minki. Barlig'ini jangoq qo'ldagidek ko'ziga ko'z to'qishasizlar. Endi biz bastamiz. Minki o'sha biz arjimizni olamiz. Воздушный питомец ko'tarib, maketimizni ildik. Каждый ko'zimizga stolик с накидом olib to'qiymiz. Жалғадық. Екі жүз бетеміз көтеріп, әрғай көзбе-көз жалғастыра кетеміз. Дәл осылай ешқандай көзді қысқартпастан, не болмаса қоспастан біз 7 қатар тоқышамыз. Сіздер менің бірге 7 қатар тоқып алыңыздар, содан кейін кездесетін боламыз. 7 қатарда аяқтайын қалдым мен.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet oldu. Minki bardaq bitti. Biz endi markalarga sarkistamiz. Endi biz жағасын тоқтатамыз. Қараңыздар, біз енді жағасын тоқтаймыз. Мына жерге ойнамамыз, біз жұмысымызды теріс айналдырып іш жағына тоқтайтын боламыз. Біз алдына еще түйме тағатын тоқимыз. Сол үшін біз мына жерден бастап тоқимыз. Мына бірінші тұрған столбик, 3 воздушный петляден емес, қасында бір столбиктен алып бастаймыз.
Мінекей ханымдар, біз тоқып алдық. Мына жерге көтермейміз. Екі воздушник көтереміз. Жұмысымызды құрамыз. Енді тек еш өзгеріссіз бәрін тоқышамыз. Мен қазір 8 қатар тоқышамын. Сіздер де менімен 8 қатарға тоқышыңыздар. Ешқандай өзгеріссіз тоқышасыздар. Мінекей енді қараңыздар, біз планкасын тоқимыз. Мына жерден бастаймыз. Мінекей. Бір воздушный петляmiz көтердік. Бізде мына жерде екі воздушный болған. Біз қатты не қылмаймыз, как его. Бізде мына жерде екі воздушный болған. Мінекей, біз ол жерде екі болмаймыз. Барлық жерден бір-бірден аламыз, потому что мынау қатты созылып кетуі мүмкін. Сондықтан тек қана столбик без накидамен осы планканың барлығын тоқышамыз. Мінекей. Түзу болып шығу керек бізде. Және біз мына бағанағы жібімізді астынан жасырып тоқып кетеміз. Мінекей. Мына жерден екеп алдым мен. Қатты тартылып кетпесін деп. Мінекей. Осылай біркелкі түзу қылып тоқып шығамыз. Hazırladınız. Bu kadar zaman kaldı. Мінекей, біз қатар соңына келдік. Енді қараңыздар, бір воздушный петлямызды көтеріп, көзге көз енді біз бір қатар үш жағынан тоқышамыз. Мінекей. Міне соңғы көзімізді тоқып жатырмыз. Осы жерден тағы көзімізді көтеріп бір воздушный. Жібімізді сәл босатып алайық. Мінекей қайтадан. Еш өзгеріссіз тағы бір қатар тоқышамыз.
мінекей біз бір жағының планкасын тоқылдық. Енді екінші жағына көшеміз. Мінекей біз уже мына жерде мынаны бүйтіп қосып жіберуіміз үшін мынаны бүйтіп жасасақ болады. Енді біз жұмысымызды бұрамыз. Мінекей біз мына жерден бастауымыз керек. Біз соединительный петлямен мына тон соединительный петлямен мына жерден біз мына планкамызды мынаған жалғаймыз. Мына жерге жалғаймыз. Мына келесіне өтіп бір воздушный петлямызды көтереміз. Әрі қарай біз планкамызды тоқпастаймыз. Сіздер деген мына жерде тесіктен алмайық. Сразу мына екі воздушный петель-барымыз бар мына жерде. Или бір столбик с накидом, сол жерден былайынан сразу екі көзден алып кетіп, аттап кетіп тесікке өйстіп тоқсаңыздар да болады. Мінекей осылайынан. Болмаса жаңағы менің істегенімдей, енді каждый мынандай көздердің арасына өткізіп былай. Арқадан біреу, мына жерде көзден біреу, солай тоқсаңыздар да болады. Мінекей. Мен бір жағын қалай алдым, солай алып тоқи беремін. Мінекей қатарымыз аяқталды. Міне қараңыздар, біз жаңа мына жерден мынаны жалғап жібердік. Енді қазір біз тоққан кезде мына үстіне шауып қоймайды. Так, енді біз өлшейік. Қай жерден қанша сантиметрден біз түйме тағатын орындар істейміз. Бізде 27. Қазір біз бір көз тоқып, бір не тоқимыз. Мына жақта немізге, түймемізге мен мынадай түйме салғым келіп тұр. Болмаса мынадай жылтыр түйме салатын боламын. Екеуінің біреуін саламын. Сондықтан маған түйме тағатын размерді өлшеп алу керек болады. Арасында 4 сантиметрден қалдырып отырып істеймін өтіп. Так, ол бізде қанша көз болады сонда? Біз кәдімгі жетен білеміз. Бір көз ұстап, үшінші көзге тақтан безімізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Арасына 10 көзден тастап істейін деп тұрмын. 10 көзден. Сіздермен бірге тоқып отырмын, көріп тұрсыздар. Біз жаңа мына жіпті жасап өткіземіз. Қайтадан сөйлеу етіп. Мына жіпімізді жасап етейік.
жұмысымызды бұрамыз. Екі көзімізді тоқып, 1-2 мына жерде қояйық. Түймемізді өткізіп қоямыз. Бұл тоқыма болғаннан кейін бұл созылады, сондықтан қатты үлкен қылып қалдырудан қажеті жоқ. Себебі ертең бұл түймеміз шешіліп кете беретін болады бізде. Осы болады. Даже бір көзбен көрсек те болады. Қатты кішкентай болып қалуы мүмкін. Кішкентай болып қалады. Сондықтан екі воздушный петлямыз. Біз мына воздушный петлядан кейін бір көзге ғана ілдік. Одан екінші көзбен үшінші көзге екі воздушный петля алып, төртіншісінен бастап тоқып жатырмыз. Енді мына біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 12, 10. Enter. 12 солай. Екі воздушный көтеріп, мына жерге нажаттарды твист жасап болады, фиксаймыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12. Екі воздушный көтереміз. Қайтадан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тағы екі воздушный петлямызды терімізге, екі көзімізді тастап, үшінші көзімізге тоқимыз. Екеу болды уже. Тағы да мына үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12. Және екі воздушный көтерімізді мына жерге тоқимыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз көз. Бір петлямызды көтердік. Енді біз тағы да бір қатарымызды тоқып шығамыз. Мінекей. Біз осы жерге мына көзімізді мына жерге закрепить етуіміз керек. Мінекей. Бүйтіп жапқан кезде мына байланыс үшін. Болмаса сіздер өздеріңіз алып инемен бүйтіп тығып жүрсеңіздер болады. Мен қазір бұны жіппен келтіріп жібергім келіп тұр. Мінекей, ұстап тұрмын. Демейді қайтадан соединительный петлямен өтемін. Мінекей. Бұны қалай істедік? Қайтадан көрсетейін. Мінекей, қойып қалайсыз.
Mana соединитель петлямен өттім. Bir воздушныйымды көтеремді. Плавно выжу. Оны өсіп кете береміз. Сізге көрсетемін, кішкене тоқыларымын. Қалай шықтың жеміз. Қиындар қараңыздар. Біз мына жерде ешқандай текст қолданбай. Мына планкамызды да тоқу барысында қосып жедік. Көрдіңіздер ме? Мінекей. Енді біз түйменің орнына келдік. Бізде мына жерде 2 воздушный бар. Сол жерден 2 рет алып тоқисыздар. Және ары қарай көзбен тоқып кете бересіздер. Мінекей қанымдар өз планкасын тоқыдық. Бізге осындай жіңішке планка болады. Енді мен мына жерге не істегім келіп тұр. Мына жағасын розовыймен бір өткім келіп тұр. Сол себепті мен мына жерде былай өтіп кетемін. Қараңыздар. Осы жүкті жалғастырып, бір воздушный көтердім. Соединительный петлямен жағаға қарай өттім. Мінекей. Енді біз жағаға келдік. Негізі сіздер өздеріңіз жіпті үзіп, мына жағынан байынан бастасаңыздар, өзде ол оң болып кетеді. Мен мына жақтан тоққасын, бұл мынандай теріс болып түсіп жатыр. Мен просто жіпті үзгім келмей осылай істеп жатырмын. Болмаса сіздер мынаны былай тік тоқымай әдемі болу үшін мына жақтан бастасаңыздар болады. Әдемі болсын, бәріміз бірге істейік. Мына жерден соединитель петляны көтеріп, жібімді үзейді. Сіздерге ара бетінен көрсетейін. 2 тоқылған көрсетіп жатыр. Мына жіпті үзбей осылай жалғастырып кетсеңіздер болады. Болмаса, мінекей мына жерден аласыздар. Күнш көзбен. Даже мынаны төмен аласыздар болады. Тепеуін көтеріп. Мінекей. Осылай тоқисыздар. Мына жібімізді жасырып отырмыз арасына. Көрдіңіздер ме? Мінекей біз тоқ болдық. Енді жүрімізді үземіз. Мінекей. Мына жіпті қазір іш жағын жасаймыз.
Кішкене тартып кесіп аласыздар. Былайына көрсетейін сіздерге. Şimdi tavlat koyalım. Жағасындағыдай қолында роземен өтсеңіздер болады. Болмаса осылай қалдырсаңыздар да болады. Мен осылай қалдыру жөн көріп отырмын. Енді біз жіптерін жасырамыз. Мынандай болып тұр, біз бұны бітеміз. Петлялар бірдей болу үшін былай жасырамыз. Жібімізді өткіздік. Мына көзімізден өткіземіз қойын. Және мына көзіміздің ішіне қайта кіргізіп, астынан алып шығамыз. Сонда бір келгі болып кетті, көрдіңіздер ме? Енді біз осыны кішкене кіргізіп, осы жерден түйіндеп ұстаймыз. Тарқатылып, сөгіліп кетпейінде түйіндеп ұстадық. Қолында да солай жасайсыздар, барлығын жасырып алыңыздар. Мінекей түймені қалай тығып жатыр. Қойдым. Көзіміз бар мына жерде, түймені тағатын. Соның үстіне түймені қойып тұрмын. Мына бізге мына жерге түсті. Мінекей қандар. Біз комбинезонымызды жүріп толықтырдық. Менімен бірге толық көріңіздер. Ұнап жатса, егер де бір жері ұнамай жатса, комментарий қалдыра кетіңіздер. Түсінбей жатқан жерлеріңіз болса сұраңыздар. Мінекей мына жіптерім жасырылған. Дәл осындай комбинезонды оқып, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сонда өздеріңіздің сәбилеріңізге жып-жыбыр тағып беріңіздер. Мінекей. Қош сау болыңыздар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.